Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. Сәлем оқушылар, 8 сынып физика Закирова кітабынан 26 беттегі 13-ші жаттығудың сынып тапсырмасы және үй жұмысын орындайтын боламыз. Кеттік. Бірінші есеп. Зарядтар 2 нанокулон және де 8 нанокулон өлшемдері бірдей екі өткізгіш шарларды бір-бірімен түйістіріп, қайта орындарына әкелді. Шарлардың түйістіргеннен кейінгі зарядтарын анықтаңдар дейді. Жалпы бізде түйістіргеннен кейінгі заряды Q1 штрих пен Q2 штрих бір-біріне тең болады. Оны мен Q деп белгілеп алсам болады. Осы Q-ді табатын болсаңдар, ол бастапқыдағы екі зарядты қосып 2-ке бөлгенге тең болады. Біздегі Q1 деп отқандарың 2 10-ның минус 9 қосамын, оған 8 көбейту 10-ның минус 9-ды бөлемін 2-ке. 2-ні 8-ге қосыңдар, 10 көбейту 10-ның минус 9 бөлінген 2, ол сендерде 5 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі кулон, немесе 5 нано кулон болады. Келесі есеп. Бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан 1 микрокулон нүктелік зарядтардың өзара әрекеттесу күшін анықтаңдар. Егер зарядтарды суға салса, әрекеттесу күші қалай өзгереді дейді. Енді қараңдар, біздегі F1 әрекеттесу күші ол K модуль Q1 көбейтілген модуль Q2 бөлу R квадрат болады. Бұл бізде F1-лерің. K деп отқандарын тұрақты нәрсе білеміз. 9 көбейтілген 10-ның 9. Q1 деген зарядтарың 1 көбейту 10-ның минус 6 көбейтілген 1 көбейту 10-ның минус 6. Бөлесіндер R квадрат 0,1, 0,1-дің квадрат 0,1 болады. Енді қараңдар, бізде мына жерден 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі көбейту 10-ның минус 6 көбейтілген 10-ның минус 6, ол сендерде 10-ның минус 3 болады. Бөлесіндер 0,1-ді мен дәреже түрінде жазсам, 10-ның минус 2 дәрежесі болады. Сонда 9 көбейтілген 10-ның минус 3-ті 10-ның минус 2-ге бөлсеңдер, дәрежелер азайтылады. Сонда 10-ның минус 1 дәрежесі ньютон, немесе біз бұны 0,9 ньютон деп жазуымызға болады. Сонда F1 күш 0,9 ньютон екен. Енді қараңыздар, мен F2 күшті табуым керек. Ол суда орналасқан кездегі. Қараңдар, суда орналасқан болса K модуль ішінде Q1 Q2 бөлінген диэлектрик өтімділігі R квадрат. Енді қараңыздар, жаңа мына нәрсе бізде неге тең болды? 0,9-ға тең болды ғой. Сонда 0,9 бөлінген E бізде 81-ге тең. Есептейтін болсаңдар, 0,11 болады. F1 бөлінген F2 болады. Біздегі F1 деп отқандарың ол 0,9 бөлінген 0,11 81 болады екен. Сонда бізде 81 есе кемиді деген сөз. Не үшін 81 есе кемиді? Енді мынаны бүйтіп жазсаңдар, F1 тең болады 81 F2-ке. Қараңдар, сонда бізде F2 күшке 81-ді көбейтсеңдер, ол сендерде F1 күштерін шығып тұр. Бұлайша айтқанда F2 күш F1 бөлу 81 болады ғой. Сол себепті бізде 81 есе кемиді болады жауап. Сонда біздегі жауабымыз мынау, және де мына 81 есе кемиді. Келесі. 2 нанокулон және де 5 нанокулон екі нүктелік заряд өзара 9 миллиньютон күшпен әрекеттесетін болса, зарядтар бір-бірінен қандай қашықтықта орналасқан дейді. Енді қараңдар, бізде кулон заңы K Q1 Q2 бөлінген R квадрат. Маған осы жерден арақашықтықты табу керек. Ол сендерде түбір асты K Q1 Q2 бөлінген F болады. Сонда K тұрақты бізде 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі. Q1 заряд бізде 2 10-ның минус 9, ал Q2 заряд 5 көбейту 10-ның минус 9. Осыны бөлесіндер F екеуін әсерлесу күшіне. Ол бізде 9 10-ның минус 3 болады. Нере 9 мен 9 кетеді ғой. 10-ның 9 мен 10-ның минус 9 тоже кетеді. Енді қараңдар, бізде 2-ні 5-ке көбейтетін болсаңдар, 10 көбейтілген 10-ның минус 9 бөлінген 10-ның минус 3 болады. Сонда бүйтіп жазамыз. Мына жерде 10-ды 10-ның минус 9-ға көбейтетін болсаңдар, ол сендерде 10-ның минус 8 бөлінген 10-ның минус 3 болады.
Енді қараңдар, бізде 10-8-ді 10-3-ке бөлсеңдер дәрежелер бір-бірінен азайтылады. -8 азайту -3, минус пен минус плюс болып кетеді да, сендерде мына жерде 10-5 қалады. Енді мен бұны бүйтіп жазам. 0-1 көбейту 10-4 деп жазсам, бізде 0-1-ден түбір асты 0-31 көбейтілген 10-2 дәрежесі метр болады екен. Жауабы осы. Кеттік келесі. Бір-бірінен 1 метр қашықта орналасқан Q1 2-4 дәрежесі кулон және де Q2 -6-4 дәрежесі кулон зарядтар орталарында орналасқан 4-4 дәрежесі кулон зарядқа қандай күшпен әрекет ететінін есептеңдер дейді. Енді қараңыздар, бізде мынандай жерде Q1 заряд орналасқан, мына жақта Q2 заряд орналасқан. Енді қараңыздар, бізде Q1 заряд плюс Q2 минус. Ал енді бізде осылардың ортасында міне Q3 заряд орналасқан. Бұның таңбасы тоже плюс. Енді бұл жерде біз векторларды ескеруіміз керек болады. Бізде білеміз, плюс пен плюс ол бір-бірін тебеді. Значит, мынау F1 3 күш болады. Ал енді Q3 пен минус Q2 бір-бірін тартады. Сонда бұлар бір-бірін тартса, мына жақтан бізде дәл осы Q3-ке проекциясы мынандай бір күш болады. F23 деген. Екеуі бір-біріне бағыттас қой. Значит, F күшті табатын болсаңдар, F13 қосу F23 болады. Міне. Енді қараңдар. Мына жерде бізде жалпы арақашықты берген 1 метр деп. Значит, мына аралық бізде қараңдар 0,5, мына аралық тоже 0,5 болады. Оны жазбай қоям. Енді есептейік. F13 деп отқандарың ол K, Q1, Q3 бөлінген R квадрат. Бұл жерде мен R-ға 1 дамайым, R-ға 0,5 табам. K деп отқандарың тұрақты 9-10-9 дәрежесі. Q1 деп отқандарың ол сендерде 2-10-4 көбейтемін оған. Бізде Q3-ті 4-10-4 болады. Ал енді R квадрат 0,5-тің квадраты деп отқандарың ол сендерде 0,125 болады. Енді есептейміз. 288 көбейтілген 10 болады. Сонда 2880 ньютон болады. Ал енді F23-ті есептейміз. K, Q2, Q3 бөлінген R квадрат болады. K деп отқандарың 9-10-9 дәрежесі. Q2 заряд бізде 6-10-4. 6-10-4 минусын алмайсыңдар, себебі модульден плюс сан шығады ғой. Q3 4-10-4 бөлінген R квадрат. Ол жерге де 0,25-ті қоясындар. Енді есептейміз осыны. Бізде 864 көбейтілген 10 шығады. Бұл деген сөз 8640 ньютон болады. Енді F күші табу үшін осы екеуін қосамыз. 2880-ді қосамыз 8640-қа. 11520 ньютон болады екен жауабы. Кеттік келесі. Зарядтары 6 нанокулон және де 8 нанокулон өлшемдері бірдей екі өткізгіш шарларды бір-бірімен түйістіреді. Содан кейін екінші шарды өлшемі бірдей зарядталмаған шармен жанастырады. Шарлар қандай зарядтарға ие болады? Мынау минус болса, есеп дұрыс шығады жауабы. Мына екінші зарядтікі минус таңба болу керек. Енді қараңдар, бізде бастапқыда мына осы екі шарды бір-бірімен жанастырып қайтадан орындан айтып келеді. Енді бізде бұл жерде не болады? Екеуін жанастырады. Сонда Q1 қосылған Q2 бөлінген 2 болады. Енді қараңдар, бізде Q1 6-10-9 қосылған Q2 деп отқандарың -8 көбейту 10-9. Осыны 2-ке бөлеміз. 6-тан 8 азайтасыңдар, -2 болады. -1 көбейтілген 10-9 дәрежесі кулон болады. Екеуінің зарядтары, екеуінің орындарын ауыстырған екеуінің зарядтары осындай болады. Енді бұл бізде Q1 штрих -1 көбейту 10-9 деген сөз. Ал енді бізде Q2 штрихта осыған тең болады. Но Q2 штрихті енді қараңдар. Содан кейін екінші шарды өлшемі бірдей зарядталмаған шармен жанастырады дейді.
Енді қараңыздар, оның заряды жоқ. Сонда мен қазір Q2 штрих тауып жатырмын. Q2 штрих тең болады ол неге? Q қосылған Q0 бөлінген 2 болады. Q деп отқандарың -1 көбейту 10-ның -9 қосамын. Зарядталмаған деген сөз заряд 0-ге тең, бөлінген 2. -1-ді 2-ге бөлетін болсаңдар, -0,5 көбейту 10-ның -9 дәрежесі кулон болады. Бұл бізде Q2 штрихтарың, мынау бізде Q1 штрих. Есеп осымен бітті. Кеттік келесі. 2 см арақашықта орналасқан 1 нанокулон және де 4 нанокулон зарядтарының бос кеңістікте және керосинде орналасқан кездегі әрекетесінің күшін анықтаңдар. Бізде бастапқыда бос кеңістік. Бос кеңістік деген сөз ол біз білеміз K, Q1, Q2 бөлу просто так R квадрат дей саласыңдар. K-ларың тұрақты 9, 10-ның 9 дәрежесі. Q1 заряд ол 1 көбейту 10-ның -9. Ал Q2 заряд ол сендерде 4 көбейту 10-ның -9. 0,2-ның квадраты ол сендерде 4 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі болады. Дәрежемен жазатын болсаңдар. Енді қараңдар, нерде 10-ның 9 мен 10-ның -9 қысқарады, 4 пен 4 кете ма? Сонда бізде не қалады? 9 көбейтілген 10-ның -9-ды 10-ның -4-ке бөлсеңдер, дәрежелер азайтылады. Ол сендерде 10-ның -5 дәрежесі ньютон болады. Бұл бізде бос кеңістіктегі. Ал енді керосин десе, ол жерде мынандай болады форма. K, Q1, Q2 бөлінген ER квадрат. E деген керосиндегі диэлектрик өтімділігі. K деп отқандарың 9, 10-ның 9 дәрежесі. Біздегі Q1 заряд 1 көбейту 10-ның -9, ал Q2 зарядтарың 4 көбейту 10-ның -9. Бөлінген керосинде 2-де 1-ге тең болады. Ал R квадрат деп отқандарың 0,2-ның квадраты дәреже түрінде жазсаңдар 4, 10-ның -4 болып. Неде 4 пен 4 кетеді. 10-ның -9 мен 10-ның 9 дәрежесі кетеді. Сонда сендерде қараңдар. 9-ды 2,1-ге бөлесіңдер. 4-те 28 көбейту 10-ның -5 дәрежесі ньютон болады екен. Вакуумда 1 ньютон күшпен әрекеттесетін бір-бірінен 1 метр қашықта орналасқан нүктелік зарядтардың мәнін анықтаңдар дейді. Жалпы бізде кулон күшпен әрекеттеседі ғой. K, Q1, Q2 бөлінген ER квадрат. Бұл жерде екі нүктелік зарядтардың мәндері бірдей болады. Сонда Q1 мен Q2 бір-біріне тең. Мен оны Q-ға тең деп алатын болсам, онда бүйтіп жазуыма болады ғой. K, сонда Q квадрат бөлінген ER квадрат деп. Осы жерден маған Q-ды табу керек қой. Q тең болады осы жерден түбір асты F ER квадрат бөлінген K болады. Сонда бізде F деп отқандарың екеуінің арасындағы күш 1-ге тең, E тоже 1-ге тең, R деп отқандарың 1-дің квадраты ол 1 болады. K деп отқандарың 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі болады. Енді қараңдар, сонда бізде былай болады. 1, 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі. Енді біз не істейміз? Былай істесек болады мынаны. 1, 90 көбейту 10-ның 8 дәрежесі деп жазатын болсақ, бізде 1-ден түбір асты 1 шығады, 90-нан түбір асты шығады, 9-да 486 көбейту 10-ның 8 дәрежесінің 10-ның 4 дәрежесі шығады. Енді 1-ді 9 бөлінген 1000-нан 486-ға бөлем. 0,105 көбейту 10-ның -4 дәрежесі кулон. Енді мен бұны басқа жазатын болсақ, онда ол 105 көбейтілген 10-ның -7 дәрежесі кулон болады. Нүктелік зарядтардың әрекеттесу күшін 4 есеге арттыру үшін олардың арақашықтығын қанша есе азайту қажет дейді. Бізде F1 күш ол тең болады KQ1 Q2 бөлінген R1-дің квадратына. Ал енді F2 күш тең болады KQ1 Q2 бөлінген R2-ның квадратына болады. Енді біз осы жерден F1 мен F2-ның қатынасын табуымыз қажет. Ол тең болады, қараңдар. KQ1 Q2 бөлінген R1 квадрат KQ1 Q2 бөлінген R2-ның
2-нің квадраты болады. Бізде f1 күшіміз ол f-ға тең болады. f2 күштерің 4f-ға тең болады. Біздегі мына жерде k q1 q2 бөлінген r1 квадрат. Мына жерде k q1 q2 бөлінген r2 квадрат болады. Енді қараңдар, бізде мына жерде f пен f кетеді. Мына жерде не кетеді? K мен K кетеді. Q1, Q2 мына жерде тоже кетеді. Енді бізде не қалды сонда? 1 бөлінген 4 тең болады R2 квадрат бөлу R1 квадрат. Бөлшектің қасиеті бойынша R2 квадрат жоғары кетеді, R1 квадрат астыға қалады. Енді не істейміз? Мына жерде түбір астына аламыз. 1-ден түбір асты 1, 4-тен 2 шығады. Мына жерден R2 шығады, мына жерден R1 шығады. Енді осы жерден не түсінеміз? Сонда R1 тең болады 2R2 деген жауапты түсінеміз. Бұл деген сөз ара қашықтықты 2 есе азайту қажет деген сөз. 2 есе азайту. Жауап 2 есе азайту керек. Осымен видео сабағы аяқталды. Видео сабағы ұнаса каналға тіркел, лайк басып, все қоңыраушасын басып қой.